Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Аномей каналы. Бізде бүгін новый видео и новый распаковка. Және де бізде, как обычно, новый коллекция авокадо. И бізде барлық пакетик бірдей, просто эмоциялары әртүрлі авокадолардың. Вот осындай. Неки. Бұда 8 пакетик және де 8 наклейка. Бұл бізде авокадоның екінші бөлімі. Мен бірінші бөлімін жасаған болатынмын. Вот. Және де ол менің үшінші каталогымда болатын. Және де бұл бізде ешқандай перфорациясыз, просто открывашка. Обычно. Вот. И бізде бүгінгі видеода Girl Boss коллекциясы аяқталынады. Тек бір ғана пакет, бір ғана коллекция. Және де алдыңғы видео новый коллекциясы флаги. Вот. И так, біз бүгінгі видеода екі көк екен. Вот осы пакетик таңдаймыз. Или вот осы пакетик таңдайық. Неки. Но маған онша қатты ұнамайды. Және де коллекция кофе. И бізде вот осындай ұқсас пакетиктер бар екен. Осы пакетикті аламыз. Және де коллекция ням-ням и фу-фу. Вот осындай жидкий пакетик бар. Мен бұны әзір таңдағым келмейді, өйткені өте қатты ұнайды. Мен басында ойлағанмын бұны су болып кетеді деп, бірақ ондай болған жоқ. Нормально. И біз бүгінгі видеода вот осындай пакетик таңдаймыз. Және де коллекция губы. Вот. Но менде бүгін фокус өте қатты болып тұр. Кешіріңіздер. Бұда 6 пакетик бар. Так, біз бүгінгі видеода осы пакетикті алайық. Вот. Осындай губы, қызыл пакетик. Және де алдыңғы видео новый коллекциясы Lollipop. И мен бүгінгі видеода вот ең соңғы қызыл түсті пакетикті аламыз. Және де новый коллекция авокадо. И мен бүгінгі видеода так вот осы пакетикті алайық. И бізде осындай 7 пакетик. Вот. Және де әрине вопрос-ответ сұрақтар таңдап алайық. Бізде мен бүгін 2 сұрақ аламын. Вот как обычно. Так, вот сұрақ. Өте ұзын секілді. Бұларды қоя тұрамыз. Және де менде бүгін тек қана бірақ каталог. Наконец-то уже. Көбінесе 2 каталог или 3 каталогпен түсіретін кездерім де бар. И так, мен бүгін бірінші ашқым келіп отыр кофе. Вот. Вот оның беті. Алдыңғы видеода бізде осындай кофе түскен болатын. И біз бүгін либо осы бетті аяқтаймыз, болмаса осы бетке түсу мүмкін. Бұда тек бір ғана кофе. Давай көрейік. Ладно. И бізде осындай кофе. Вот. Және де оның номері бізде 7, яғни 2-ші бет. Неки. Осы жерге жабыстырамыз. Так. Вот. И неки. Яғни біз бірінші бетті аяқтамаймыз. Және де достар, комментарийге жазып кетіңіздер. Егер блог қаласаңыздар, мен мысалы бір күндік өмірімді түсіретін, міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер, блог түсірші деп. Или қаламасаңыздар, жазбай қойыңыздар. Вот, келесі коллекция ол бізде губы. Вот оның пакетигі. Өте керемет. И бізде вот пакетик пустой. И бізде осындай губы. Неки. Және де номер жоқ бұда. Так, біз оны осы жерге, или осы жерге жабыстырайық, или так, осы жерге жабыстырайық. Вот. Өйткені ана жерге өте кішкентай жер берілді. Келесіде наклейка сыймай қалуы мүмкін. Және де вот осылай. Неки. И бізде губы коллекциясы тоже дайын болды. Және де коллекция Girl Boss. Біз бұны қазір аяқтаймыз. Вот оның беті.
Алдыңғы видеода бізде осындай наклейка түскен болатын. Вот. Так, пакетикті ашайық. И бізде вот осындай туфлики. И love. Вот осылай. Өте әдемі туфлика и номер 6. Вот осы жерге жабыстырамыз. Так. Наклейкасын ашайық. Бұл бізде конфетканың самоклейкасы. Вот. И так. Өте керемет. Және де осы жерге жабыстырамыз. И бізде Girl Boss коллекциясы аяқталды. Вот өте әдемі бет. Және де мен қазір бір сұраққа жауап бергім келіп отыр. Вот осындай өте ұзақ сұрақты алайық. Сен коллекция жасайсың, егер ұнамаса бірден тастай саласың ба дейді. Вау, өте ұзақ. Сен коллекция жасайсың, егер ұнамаса бірден тастай саласың ба? Но негізі мен білмеймін. Вообще ондай жағдай болмапты. Ұнамаса тастай салу деген міндетті түрде ұнайды. Өйткені егер сурет салып жатқанда мен бірінші карандашпен салам, егер ұнамаса өшіріп, қайттан саламын. Вот, коллекциям бай тастай салу деген болмапты менде. Но қанша еңбегімді тастай салу ол бір түрлі деп ойлаймын. И келесі ол, так, вот. Коллекция ням-ням и фу-фу. Бізде әлі ням-нямнен ешқандай наклейка түскен жоқ. Так, егер бір наклейка түссе фу-фудан, онда біз аяқтаймыз оны. Оқты, бізде бүгін вот ням-ням, бұл бізде тортик апельсиновый или лимоновый, но білмеймін. Так, яғни осы жерге жабыстырамыз или осы жерге жабыстырайық. Вот. Так, бұл бізде пергамент пен наклейка. Өте оңай ашылады бұл пергамент бізде. Неге? Және де осы жерге жабыстырамыз. Вот. И бізде ням-ням и фу-фу коллекциясы тоже дайын болды. Неге? Және де келесі коллекция лолипоп или флаги. Ну, флаги ашайық. Вот. Флаг. Алдыңғы видеода бізде бұл жұмып қалды. Білмеймін. Комментарий жазып кетіңіздер. Алдыңғы видеода қандай елдікі түсіп еді. Және де бұл бізде осындай наклейка. Вот осындай қызыл ту и жұлдызшалар. Так, бұл бізде Қытай. Вот Қытай мемлекетінікі. Осы жерге жабыстырамыз. Так, наклейкасын ашайық. Вот. Вот. Бұл бізде Қытай, яғни осы жерге жабыстырамыз. Неге? Бұл бізде наклейкасы алдыңғы видеоға қарағанда нормально ашылды. И бізде келесі коллекция лолипоп. Так, неге? Алдыңғы видеода бізде осындай қоян түскен болатын. Так, бұл бізде перфорация, бірақ алдыңғы видеода дұрыс шықпады. Неге? Так, бұны дұрыс ашқым келеді, бірақ ашу мүмкін емес. И так. Ну, пожалуйста. Вот. Зорға ашылдым. И бізде осындай наклейка. Вот. Бұл вроде мысық или білмеймін. Так, номер 5. Яғни осы жерге жабыстырамыз. Бұл бізде пергамент пен наклейка тоже. Так. Вот. Ашайық наклейкасын. Екеуі тоже по порядку. Вот. Және де наша новиночка авокадо. Вот оның беті. Бірінші бет. Және де екінші бет. Мінеке онша әдемі емес, бірақ вот осылай. Так, мен ойлаймын бүгін бірінші бетке түседі деп. Бұл бізде обычный пакетик. Мен оған насечка жасадым ба білмеймін. Так, ашамыз наклейка пакетикті.
Вот, өте қатты жабысыпты. Но пакетик өте керемет ашылды. И бізде осындай авокадо түсті. Вот, өте әдемі, өте сүйкімді. Так, а номер бізде 3. Бұл бізде 1, 2, 3, 4. Тоже бұл беттеде 1, 2, 3, 4. Вот. Яғни бұл бізде номер 3, яғни бірінші бет. Мінекей. Астында жазылып тұр. Мен яғни дұрыс таптым бірінші бетте. Так, наклейкасын ашайық. Бұл бізде пергаментпен наклейка. Окей, давай. Ну ладно. Вот. Так, осы жерге жабыстырамыз. Мінекей. Осындай авокадо. И бізде бүгін распаковка аяқталды. И бізде бір сұрақ қалды. Так, ол қандай сұрақ екен? Сенің жек көретін блогер. Но менде жек көретін блогер жоқ. Өткені, ол қалай болады? Өткені сен видеоны көресің, ол ұнамаса, оны бірден дизлайк та баспаймын, комментарий жазбаймын, просто келесі видеоны көре беремін, оны өткізіп тастап. Но ондай жек көретін блогерім жоқ екен. Егер жек көретін блогерім болса, оны вообще көрмейсің. Вот. Но ешқандай каналға, ешқандай неге хейтер емеспін. И бізде бүгін распаковка барлығы аяқталды. Егер сіздерге осы видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, және де менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Но бізде 15 подписчик болды. Тездетіп 100-ге дейін көтерейік. Да. И всем пока-пока.